Пайдалы әсер коэффициенті. Пәк. Пайдалы әсер коэффициенті пайдалы қуаттың толық қуатына қатынасымен анықталады. Формуласы. Пайдалы әсер коэффициент тең пайдалы қуат бөлінген толық қуат көбейтілген 100%. Жұмыс арқылы да табуға болады. Пайдалы әсер коэффициенті атқарылған жұмыстың келтірілген жұмысқа қатынасымен анықталады. Формуласы. Пайдалы әсер коэффициент тең пайдалы жұмыс бөлінген толық жұмыс көбейтілген 100%. Пайдалы әсер коэффициентке бір мысал. Көтергіш кран 5 тонна жүкті 16 метр биіктікке көтереді. Егер кран двигателінің қуаты 10 киловатт және пайдалы әсер коэффициенті 80% болса, жүкті көтеру уақыты неге тең? Есеп шарты бойынша бізде массамыз 5 тонна, биіктігіміз 16 метр және толық қуатымыз 10 киловатт. Пайдалы әсер коэффициентіміз 80%. Енді бізде ең бірінші пайдалы әсер формуласын жазайық мына жерге. Пайдалы әсер коэффициент формуласы бізде мына жерде жұмыс арқылы жазған ыңғайлы болады. А пайдалы бөлінген келтірілген жұмыс көбейтілген 100%. Енді пайдалы жұмыс. Пайдалы жұмыс бізде мына жерде кран не істейді? Жүкті жоғарыға көтереді. Табатын болсақ, mgh-ға тең. Пайдалы жұмыс. Оны біз мына жерде жазатын болсақ, mgh бұл бізде пайдалы жұмыс. Ал келтірілген жұмыс бұл двигательдің атқарған жұмысы. Двигательдің қуаты белгілі болғандықтан, оны уақытқа көбейтетін болсақ, жұмысты табамыз. Онда P толық көбейтілген уақыт десек те деуге болады. Көбейтілген 100%. Енді мына жерде бізде нені табу керек? Уақытты табу керек. Енді уақытты, мысалы, мына жерден уақытты шығаратын болсақ, уақытымыз тең болады мына жерде. P толық көбейтілген уақыт тең болады бізде. mgh көбейтілген 100%. T үшін формула жазайық, T тең болады бізде. mgh 100% бөлінген пайдалы коэффициент көбейтілген толық қуат. Енді сандарды орнына қояйық. Массамыз 5000, G бізде 10-ға тең, H-мыз биіктік бізде 16-ға тең, көбейтеміз 100-ге бөлеміз 80 көбейтілген 10 мың. Енді қарайық, нені қысқартуға болады мысалы. Мына жерде 3 нөл қысқарық, мына жерде 3 нөл қысқарады, мына жерде 1 нөл кетеді. Мынау да кетеді мысалы. Мынау нөл кетеді, мынау да кетеді. Енді қарайық, мына жерде не қалды бізде? 16 көбейтілген 10, 160 көбейтілген 5, 800 бөлу 8, 100. 100 уақытымыз 100 секунд.